Саламатсыздар ма, құрметті біздің сабаққа қатысушылар. Біз бүгін өзіміздің автокад бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз блоктарды өтетін боламыз. Нақтылап айтқанда динамикалық блоктарды өтетін боламыз. Оларды қалай жасауға болады, қалай редактировать етуге болады, сол сұрақтарға жауап беремін. Алдыңғы сабақта біз статикалық блоктарды өткен болатынбыз. Енді статикалық блоктарды жасау жолы және қалай қою жолдарын қарастырған болатынбыз. Енді динамикалық блоктарды қалай жасаймыз? Динамикалық блоктар жасау үшін мысалы алдымен бізде қарапайым элементтерден құралған, бізде бұл жерде терезе орналасқан. Ол үшін біз қарапайым блокты жасаудан басталады бәрі. Создать батырмасын басып, базовый точканы белгілеп, объектіні белгілеп, мышканың оң жағын басып, одан кейін преобразовать блок және де открыть в редакторе блоков деген жерге негізгі кавычканы қойып кету керек. Ал мына жердегі параметрлермен біз алдыңғы сабақта танысқан болатынбыз. И ОК батырмасын басамыз. Кешіріңіздер, мына жерге есімін беру керек, яғни атын беру керек. Тезде 202 деп берейін. Окей. Біз автоматты түрде редактор блокқа кірдік. Енді бұл жерде динамикалық әрекеттерді беру үшін қандай операцияларды орындау керек? Соған тоқталамыз бірден. Динамикалық операцияларды орындау үшін палитра вариация деген негізгі функциялық команда қолданылады. Яғни оны егер сіздерде жоқ болса, ол мына жерде орналасуы мүмкін, мен осыны қолдансаңыздар да болады. Бірақ та ыңғайлысы осы сол жақта тұру ыңғайлы. Яғни алдымен бұны қозғалту үшін бізге параметры деген негізгі командалар, яғни параметрлар керек болады. Біздің ені бойынша және биіктігі бойынша келеді. Сондықтан линейный параметр таңдалады. Алдымен параметрлерді біз береміз фигураға. Бірінші, одан кейін екінші параметрлер бердік. Енді бұның біз есімін, яғни атын өзгертсек болады, мысалға. 1, 2 деп негізгі атын өзгертеміз. Енді мен параметрді белгілі бір жаққа қарата жылжытқым келеді. Жылжыту операциясын орындағым келеді. Ені бойынша жылжытқым келеді. Ол үшін біз параметрге операция функциясын жасауымыз керек. Егер біз только осылай ғана жасап қалдыратын болсақ, біздің блогымыз жай қарапайым блок болып қала береді. Яғни бізде динамикалық әрекеттер болмайды. Сондықтан операция несіне кіреміз, командасына. Осы жерде бізге керегі, яғни ені бойынша жылжытқымыз келсе, белгілі бір балканы. Біз ол кезде ұзарту командасын таңдаймыз, басамыз. Басқан кезде бізде бірінші нені сұрайды. Мен ені бойынша ұзартқым келеді. Сондықтан ені бойынша параметр белгілеймін. Сосын негізгі нүктені, яғни біз ұзартып қысқартатын нүктені белгілеймін. Ол жерді белгіледім. Сосын бізден сұрап тұрғаны бірінші қай жақты ұзартқымыз келеді. Біз әлбетте оңнан солға қарата ұзартамыз. Кешіріңіздер, солдан оңға қарата ұзартамыз. Сондықтан мен бірінші мына жақты таңдап алатын боламын. Ол үшін мен белгілеймін. Және жүретін боламын мына жаққа қарата. Белгіледім міне. Енді оны белгілеп болсам, менде автомат түрде объектіні белгілеу функциясы шығатын астына. Белгілеймін. Объектілер белгілеп жатырмын. Басамын, және мышканың оң жағын басатын боламын. Яғни мен объектілерді бұл жерде жасадым. Енді менің командамның орындалғандығын мен мына жерде көрсетіп тұр, яғни ені бойынша ұзарту командасы орындалды. Оны мен тексеруім керек. Яғни ұзарту қалай орындалды, мен белгілі бір қателіктер жіберуім де мүмкін. Қателіктер бар ма жоқ екен тексеру үшін тестировать блок панеліне кіреміз. Кіреміз де осы жерде біз блокты белгілейміз. Сосын оңға қаратай немесе солға қаратай жүретін боламыз. Оңға қаратай, солға қаратай жүретін боламыз. Яғни көріп отырсыздар, мына жерде бізде белгілі бір қателік бар. Белгілі бір қателік көрсетіп тұр. Яғни біз бұл жерде белгілі бір ошибканы жіберіп алдық. Бағана белгілеген кезде. Сондықтан мен закрыть тестирование блока жасаймын қайтадан. И қайтадан кіремін. Бұны мен удалить етіп жібермеу болады. Негізінен удалить етіп қайтадан белгілемеу болады. Енді мен бұны 2 рет бассам. Негізі бекіту аймағы, бірақ бәрібір де ол бізге көмектеспейді.
Бұны удалить етеміз. Удалить етеміз бұны қазір. Демек бізде қазір жоқ, ол удалить етілді. Енді қайтадан біз оны беретін боламыз, rastream командасын. Басамын, ені бойынша параметр белгілеймін. Одан кейін базовый точканы беремін, өзім өзгертетін. Одан кейін негізгі угылды беретін боламын. Одан кейін объектілер белгілеймін. Объектілер белгілеймін, оң жағын басам. Так, мендегі біріншісін удалить етіп тастау керек. Екіншісі қалу керек. Дұрыс. Екіншісі қалғанда бізде қандай объектілер кірді? Міне бізде екіншісін таңдағанда, мына қарасаңыздар, міне қай объект кірген және қай объект кірмей қалғандығын бұл жерде көрсетеді. Бізде мына жердегі екінші объект кірмей қалған. Яғни мына жердегі сызық. Ол үшін мен қайтадан қазір удалить етіп, бірақ удалить етпедім, қазір ол қайтадан шығады. Rastream командасын басып, қайтадан параметр беріп, негізгі нүктені таңдап, сосын өзімнің ұзартатын жағыма дейін жылжып, одан кейін белгілеу функциясын таңдауым керек. Окей. Енді көремін, тестировать блок па несіне кіремін, блогына. Бірақ алдымен бірінші жасалған удалить етіп тастаймын. Тестировать блокқа кіремін. Тестировать блокты басатын боламын, енді жылжытып көремін. Яғни осы кезде менде параметр белгілі бір аумаққа жылжып тұрмын. Яғни мен ені бойынша бұны өзгертіп отырмын. Бірақ бұл жердегі біздің жасағанымыз бір ғана жағы. Енді кезекте біз екінші жағын жасауымыз керек. Енді кезекте мынандай негізі тапсырма болсын. Біз қозғалтқан кезде бірінші жағы, екінші жағы да бізден бірге соответственно қозғалу керек. Және ол центрда қалу керек. Осы тапсырманы орындауымыз керек. Себебі біз терезелерді қоятын кезде планға, яғни фасадтарға қоятын кезде біз оны белгілі бір терезе өлшемін алып келіп өзгерткен кезде, ыңғайлы өзгертуіміз үшін центрдағы жақтау ол центрді ұстап қалу керек, яғни бұл центрдан ауытқып кетпеу керек. Ол үшін біз центр закрыть етеміз, тестирование. Қайтадан кіретін боламыз өзіміздің объектіге. Осы жерде rastream командасын басамыз. Және де біз ені бойынша ұзартып жатырмыз, оны да басамыз. Сосын екінші точканы белгілеймін, яғни екінші нүктем мына жерде, бағана өзім ұзартатын нүктем. Басамын. Енді қараңыздар. Енді біз тек қана мынау жақтауды белгілейміз, ортадағы балканы. Қараңыздар. Ол үшін мен белгілі бір мен жасауым керек пе? Автомат түрде шығатын болады, бұл рамканы белгілеу. Белгілейсіздер осылай. Сосын автомат түрде объектіні белгілеңіз деген шығар. Сосын осы жерде мышканың кәдімгі сол жағын басып, жай ғана мышканың өзін жылжытып, осы жерге алып келеміз и белгілейміз. И мышканың оң жағын басатын боламыз операцияны аяқтау үшін. Бірақ қараңыздар енді. Мына жерде біз бағана белгіледік қой. Осы белгілеген кезде белгіленген аймақтар, яғни мынау біздің торымызға кірген аймақтардың ішінде толықтай кіргені, осы екі жақтау, олар орын ауыстырады. Ал жартылай кіргендері, яғни бағана белгілегенімізде, екінші объектіні белгілегенімізде, олар созылады. Енді оған көз жеткіземіз. Сосын мышканың оң жағын басамыз. Қайтадан тестировать блок жүйесіне кіреміз. Блокты басамыз и жүреміз. Енді қараңыздар. Бізде ортаңғы жақтау және соңғы жақтау бірге қозғалып отыр. Не көрдіңіздер ме? Ортаңғы жақтау және соңғы жақтау қозғалып отыр. Бірақ та егер біз соңғы жақтауды алыстататын болсақ, ортада үлкен бір пространство қалып қояды. Енді осы мәселені шешудің негізгі бір жолы бар. Бұның бәрі коэффициент длины дейді, яғни коэффициент расстояния дейді. Демек, біздің коэффициент расстояниеміз екеуіне де тең болып тұр. Яғни біз белгілі бір ұзындыққа жылжытатын болсақ,
ортасындағы да белгілі бір ұзындыққа жылжиды. Оны өзгерту үшін қайтадан закрыт тестирование блока батырмасын басып, қайтадан редактор блогына кіреміз де біздің мына ортасында белгіленген команданы табамыз, яғни ортасын ұзарту командасын табамыз. Міне ол бізде біріншісі емес, біріншісін белгілесек, ол біріншісін көрсетіп тұр, ал бізге екіншісін көрсету керек. Екіншісін басамыз, екіншісін бастық. Сосын бағанағы екі нүкте тұрады сіздерде де. Сосын екі нүктенің кез келгенде барып, мышканың оң жағын басып, свойства, яғни қасиеттер панеліне кіреміз. Осы жерге кіріп, ең негізгі коэффициент, бұл коэффициент расстояние деген тұрады осы жерде. Осыған 0,5, яғни 0,5 деген коэффициент енгізетін боламыз. Енгіздік, интерді бастық, шықтық. Тестирование блок деген негізгі блокқа терезеге өттік. Команданы басамыз. Міне, қарап отқандарыңыздар не? Мен қанша ұзартсам да, ол белгілі бір интенсивтілікті, яғни расстояние сақтап, центрді ұстауды қамтамасыз етіп отыр. Енді ары қарай жалғастырайық. Бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Закрыть тестированиені басамыз. Қайтадан кіреміз өзіміздің панельге. Өзіміздің панельге кіргеннен кейін біз енді бағанан бері ені бойынша ұзарттық қой. Енді, соответственно, не бойынша ұзартуымыз керек? Биіктігі бойынша. Ол үшін қайтадан осы команданы белгілейміз. Параметр таңдаймыз. Сосын негізгі нүктені таңдаймыз. Яғни біз осы нүкте арқылы ұзартқым келеді. Нүктені таңдаймын. Сосын негізгі рамканы қоямын. Рамканы қойдым. Енді рамканың ішіне қараңыздар, мен жасылмен белгіледім ғой. Жасылмен белгілегеннің ішіндегі функциялар, мысалға, мына 2-3 сызық, ол толық түрде жасылдың ішіне кіріп кетеді. Демек, бұлар только орын ауыстырады деген сөз. Ал жартылай кіретіндер, олар созылады деген сөз. Басамын, мышканың оң жағын басамын. Тестировать блокқа кіремін. Блокты басамын. Жылжытамын. Яғни бізде блок жылжып тұр. И сосын закрыть окно тестирования блока басатын боламын. Бастым. И сохранить блок батырмасын басамын. Закрыть редактор блокты басамын. Сосын шығамын мен бұл функциядан. Енді қарапайым автокадта мен белгілі блокты динамикалық түрде өзгертуге мүмкіндік алудамын. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, біз қазір ғана негізгі ұзарту, яғни созу және де ені бойынша және де ұзындығы бойынша ұзарту командаларын орындадық. Енді жағдай былай деп есептейік. Біз өзіміз қалаған ұзындыққа дейін емес, мысалы өзіміз қалаған ұзындыққа дейін ұзартуға емес, тек белгілі бір дискретный шагтарға ұзарту жағдайын қарастырайық. Терезелердің өзінің белгілі бір размері бар, мысалы 900 мм, 1200 мм, 1400 мм деген стандарт бойынша, ені бойынша. Мысалы соны қалай қоюға болады? Соны жасайтын болсақ. Ол үшін редактор блок басамыз, және де осы біздің 202 деген тереземізді басып, редактор блокқа кіретін боламыз. Редактор блокқа кірдік. Бізде 3 түрлі негізгі редакция жасалынған. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін параметрді басып, осы жердегі негізгі свойствоға кіретін боламыз. Свойствоға кірген кезде тип расстояние деген бізде негізгі функция болады. Міне, осы тип расстояние деген. Осы жерде біз списокты қолдансақ болады. Список. Бізде мысалы бірінші автомат түрде өзінің ені ол 1000 болып қала береді. Одан кейін мысалы 1200 добавить. Және де 1400. Бұл негізі стандартный есіктер болуы мүмкін, немесе болмауы да мүмкін. 1500 және де 1400 және 1500 қойып и окей батырмасын бассақ. Окей батырмасын бастық. Одан кейін мен қазір мынаны шығайын. Тестировать блок батырмасына кіріп, мен тек қана белгілі бір аумаққа ғана ұзарта аламын. Яғни өзім бағана қойған. Неге? Мысалы бағана соңғы қойған жеріміз, мысалға
соңғы қойған жеріміз ол ақ бізде 1500 болған, және мен 1500, оның ені қазір 1500-ге ұзарттым. Дәл солай біз биіктігін де өзгертсек болады. Ол үшін параметр несін басып, осы параметрді біз енгізген свойствосына кіреміз да, осы жерде тип расстояниедан список таңдау арқылы бұл жерде де 1000 спискқа яғни енгіземіз. 1200, давай 1400, 1500 деп. И окей. Сохранить блок. Сохранить изменения, да. Открыть редактор блок. Блокты басатын болсақ, енді қараңыздар. Біз бағанадан изменить етіп кеткенбіз. Белгілі расстоянияға ұзарта аламыз. Және белгілі расстоянияға бұны қысқарта аламыз. Міне негізгі функциясы блоктың. Осы арқылы біз стандартты блоктар тізбегін құрастырып алсақ болады. Өзімізге ыңғайлы. Стандартты осы блоктар схемасын құрастыру арқылы біз өзімізге қажетті негізгі расстоянияға жүретін боламыз. 1000, 1500 және 1400, 1200, 1400, 1500. Бұл бізге жұмыс уақытында өте қолайлы болады. Яғни бұны жасаудың осындай типі бар. Яғни біз белгілі бір шарттарға ғана жүреміз бұл жерде. Ары қарай жалғастыратын болсақ, біз жаңа ғана негізгі дискретті шарттарды қойдық. Енді осы дискретный шарттарсыз қалай біз жасауымызға болады? Мысалға біз белгілі бір терезенің стандарттары болады. Сол стандарттарды белгілі бір таблицаға енгізу арқылы, сол таблицаны өзгерту арқылы біз терезені де автомат түрде өзгерту функциясы бар блокта. Енді оны қалай жасауымызға болады? Ол үшін біз бағана жасаған блогымызға кіреміз, редактор блок батырмасын басып. Осы жерде бізге көмектесетін нәрсе ол таблица блок немесе таблица свойств блок деген команда. Олар размерный деген блоктан немесе операцияда орналасқан. Осы жердегі басамыз кез келген. Сосын мына жердегі базовый точканы белгілейміз. Осы жерге қояйын. Число ручек бізге біреу жетеді. Интерді басамыз. Енді осы жерде бізге бір таблица ашылады. Осы жерде енгізу батырмасын басамыз. Сол кезде бізде екі параметр береді. Так, алдымен мен бұлар жасамай тұра тұрайын. Бұлар жасамай тұрып, мен негізгі нелерді параметрлерін атын ауыстырып алайын. Ені, әтіғып биіктігі. Биіктік. Биіктік бойынша. Ал мына жердегі бізде ені бойынша. Биіктік бойынша және ені бойынша атын ауыстырып, содан қайтадан кіремін таблицаға. Сосын добавить ету батырмасын басатын боламын параметрлер. Енді бізде ені бойынша және тип ол линейный және ені биіктік бойынша өзгереді. Сол бойынша екі негізгі параметр белгілейіп, окей батырмасын басып, мен оларды кіргізіп боламын осы таблицаға. Енді қараңыздар. Осы жерде мен таблицаның несін белгілеймін, және де биіктіктің өлшемін белгілеймін. Таблицадан 1500, биіктіктен 1000. Бұл жерде мысалға кейбіреулер стандартында болуы мүмкін. Негізгі функциялардың. Осы арқылы қойдым. Енді кезекте мен қазір окей батырмасын басамын. Окей батырмасын бассам, менде терезе таблица шығады. Сосын тестировать блокқа кіремін. Енді қараңыздар. Негізгі нені бастым. Менде осындай өлшемдер шығады. Осы өлшемдерді басатын болсам, менде белгілі бір функциялар өзгеріп отыр. Бірақ та бізде бұлай тұрған ыңғайсыз, яғни бұлай цифрлармен тұрған ыңғайсыз. Сондықтан бұны ағата жасау үшін бізде бұл жерде белгілі бір типтер тұратын болса, мысалға белгілі бір аттар тұратын болса, әрбір терезенің аттары
тек цифрлар бұл жерде бізге кедергі түсініспеушілік тудырады. Сондықтан цифрлардың аттары тұрған бізге өте ыңғайлы болады осы жерде. Сондықтан біз бұл жерге енгізу үшін закрыть басамыз, қайтадан кіреміз, таблицаны белгілеп, таблицаның өзін 2 рет белгілесек, біз таблицаның өзінің ішіне кіреміз, және осы жерде біз функция добавить, ана жерде бір таблицаға жаңадан біз маркировка енгізу үшін жаңа өзіміздің параметрімізді енгізетін боламыз. Оны кіргіземіз, атының есіміне, мысалы атына марка деп қойып, значение біреу. Ал бұл жерде біз строка деген түсінікті таңдаймыз и окейді басамыз. Осы кезде бізде марка қойылатын болады. И марканы біз жылжытамыз. Марканы жылжытсақ, и осы жерге терезе, TR1 марка, TR2, TR3, TR4 деп басып белгілейміз. Одан кейін мен окей батырмасын басам. Окей батырмасын бастым. Енді тестировать блок батырмасына кіретін боламын. Басамыз, TR1-ді басамыз, TR2-ні басамыз, TR3-ті басамыз, TR4-ті басамыз. Және қарап отырғандарыңыздай белгілі бір біз көрсеткен негізгі шамаға, яғни блоктағы негізгі нелер өзгеріп отыр. Так, келесі кезекте біз негізі видтармен танысатын боламыз. Енді блокта видтарды қалай қоюға болады? Мысалы, фасадный вид и вид сверху қалай қоюға болады? Мысалға, вид сверху болғанда ол пландағы вид болып табылады, мысалға. Соны қалай қоюға болады, соны қалай жасауға болады, соған назар аударатын боламыз. Алдымен блоктың өзіне 2 рет кіреміз, басып редактирование блогына кіретін боламыз. Мен редактирование блогына тұрмыз. Біз алдындағы создать еткен блогымыз динамикалық. И осыған қазір мен белгілі бір мысал ретінде қарастырам. Мысал ретінде үстінен қараған осы терезенің белгілі бір видін жасадым делік. Енді ары қарай жалғастырсақ, редактор блокқа кіреміз. Бұл жерде бізге не көмектеседі? Осы жерде бізге видимость блогымен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни біз пландағы видті және фасадтағы видті жасауымыз үшін. Ол үшін видимость блогын активировать ету үшін біз белгілі бір параметр задать етуіміз керек. Ол параметр, ол видимость параметрі болады. Видимость параметрін аламыз да, базовый точкаға жақын точкаға қоямыз. Видимость параметрі басылған кезде біз автоматты түрде ашылады. Осы жерде состояние видимости деген негізгі команданы таңдаймыз. Осы кезде ашылған кезде состояние видимости 0 деген негізгі вид пайда болады. Бұл вид біз қазір көріп тұрған видіміз болады. Оның несін ауыстырамыз, атын ауыстырамыз. Мысалы мен оның атын фасад, окей. Ал одан кейін тағы да біреуін создать етемін. Оны мен план деп сохранить етемін. И окей деп қоямын. Пока что мен фасадный окноға қоятын боламын. Окей. Енді кезекте мен фасадный окнодан басқа, яғни фасадный видтағы басқа видтің бәрін көрінбейтін жасауым керекпін. Ол үшін мына жерде негізі функция бар, сделать невидимый деген. Осы функцияны пайдаланамыз. Белгілейміз. Окей. Яғни мен активировать еттім, белгіленді. Енді пландағы видқа өтетін боламыз. Енді пландағы видті фасадный окноны көрінбейтін жасаймыз. Так, ол үшін пландағы видқа өттік. Осы жерден басамыз. Окей. Не? Енді бағанағы өзіміздің нені фасадный видтағы окноны белгілі бір жерге жылжытып қоюымыз керек. Қайттан кіреміз. Так, окей. Енді керекте қарасақ, не? Фасадный видта
Бізде терезе ғана тұр, ал бағанағы объектіміз кетіп қалды, көрінбейді. Ал пландағы видта бағанағы объектіміз тұр. Ал егер біз мына объектін басатын болсақ, біз екі видті да көреміз, бірақ негізгі тұрған вид бізде толық контурмен көрініп тұр да, ал негізгі емес, ол жай болып көрініп тұрады. Так, енді былай қояйық. Енді біз бұны қазір тексерсек, тестировать блок. Так, басамыз. Пландағы окно, пландағы окно, фасад. План, фасад. Міне осы арқылы қойдық. Закрыть тестирование блока. Енді пландағы окноға қоятын боламын да. Көрінбейтін жасаймын. Енді біз осы пландағы окноны белгілі бір ұзындыққа қарай ұзартып редактировать жасау үшін линейный параметр, яғни бұл линейный параметр, бұл жерде менде тек қана ширина бойынша қоямын. Одан кейін бағанағындай расчет операциясын орындаймыз. Таңдаймыз. База точканы белгілейміз. Қоямыз. И белгілейміз. Окей. Енді осы жерде тестировать несін басамыз. Командасын. Планға өтеміз. И планда бізде қазір міне үстіңгі вид өзгеріп тұр. Енді закрыть батырмасын басамыз. Сосын закрыть блок басамыз. Сохранять изменения. Басамыз да, егер мына жердегі түймені басатын болсақ, пландағы видқа өтеміз. Осы жерде бұны өзгертіп, қайттан орнына келтіріп, қайттан фасадында видқа өтуге болады. Бұл негізгі динамикалық блоктардың жұмыс істеу принципі болып табылады. Осы функцияларды көбірек қайталаңыздар. Себебі бұл функциялар көбірек керек болады осы. Именно терезе, есік, есіктің ашылуы, жабылуы барысындағы жұмыстарды орындау кезінде.